Берекені мақсат тұтқан еліміз ешқашан мерекелер тірлік жасаудан жалықпаған. Қазақстан халқы 1 мамыр ынтымақ пен бірлік күнін тойлайды. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік. Ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау мақсатында ел үшін орны бөлек мереке, бірлік күні. 1995 жылдың 18 қазанында Қазақстан президенті жарлығы бойынша 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні деп жарияланды. Бірлік болмай, тірлік болмас деген. Осы мерекеге байланысты кітапханамызда «Отаны бірдің, тілегі бір, жүрегі бір» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеге дүние жүзіне үлгі болып отырған Қазақстан халқы ассамблеясы ұлтаралық татулық пен тұрақтылық туралы әдебиеттер қойылды. Қазақстан халықтарының ассамблеясына 10 жыл. Елорда баспасы 2005 жыл. Ассамблеяның құрылуынан бастап, әр кезең тарихы Қазақстанда өмір сүріп жатқан түрлі ұлт өкілдері мен мәліметтер мен суреттер жинақталған. Ермекбаев, Қазақстан және әлем елдері. Өнер баспасы 2006 жыл. Жинақта тәуелсіздіктің 15 жылдығы кезеңінде әлемнің 118 елімен дипломатиялық байланыс орнатып, бүкіл әлемдік қауымдастықтың беделді мүшесіне айналған Қазақстан тығыз қарым-қатынастағы мемлекеттер жайлы деректер енгізіліп отыр. Кітап саясаткерлерге, тарихшыларға, студенттерге, көпшілік оқырман қауымға арналған. Мы народ Казахстана. Астана 2004 жыл. Белгілі саясаткер, публицист, ақын Олег Григорьевичтің ұлттық саясаттың маңызды мәселелеріне арналған, сонымен қатар заманауи этносаяси Қазақстан әлеуметі жайлы жазылған жинақ көпшілік оқырман қауымға арналған. Бейбітшілік кіндігі, Алматы баспасы 2001 жыл. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл жинағы бейбітшілікке жол ашқан жылдар жайлы мақалаларынан тұрады. Кітап семсерлер мен соққылар, жаңа шындық сынды 2 бөлімге бөлінген. Сауытбек Абдрахманов, Қашаған құрықтаған Қазақстан, сапарлар мен сұхбаттар жинағы. Қаламгерлік сапарымен әлемнің 50-ден астам елін аралаған көрнекті публицист Абдрахмановтың жинағына 2001 мен 2010 жылдар аралығындағы шетелдік репортаждар, саяси сұхбаттар енгізілген. Қазақстан. Өзбек халқының мемлекет тарихындағы рөлі. Алматы 2018 жыл. Сондай-ақ Еуразия жүрегінде. Тәуелсіз Қазақстан күннен күнге. Қазақ жері тұтастығының қалыптасуы. Осы сынды кітаптар көрменің көркіне айналған. Оқырман қауымға арналған «Отаны бірдің, тілегі бір, жүрегі бір» кітап көрмесі осындай құнды деректермен қамтылған. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін.